Biz алдында гана өткөн 3 әріпті бір қайталап өтейік, сосын әрмен қарай бастап кетейік, жақсы ма? Жарайды. Мына әріп қандай еді бізде? Сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұр. К, иә? Иә. К-нің қандай жазылу үлгісі бар деп айтқан едік алдында біз? Қанша түрлі жазу үлгісі бар? 4 түрлі. Төртеу. 4 түрлі: сөз басында келетін, сөз ортасында келетін, сөзде қосылып жазылатын және жеке дара жазылатын. Дара жазылатын, иә? Иә. Жақсы. Мына жерге оқи қойшы, мына бір 2 сөзді. Кетік, қасық. Кетік, қасық. Жақсы. Бақытжан оқи қой. Бақытжан ғой, иә? Бағдәулет. Бақытжан ба? Бағдәулет. Бағдәулет оқи қой. Аттары теріс ба? Жоқ. Қай сөз? Ең астында. Ең астында, иә. Қазай. 3 сөз, иә? Көрініп тұр ғой саған Бағдәулет. Әсет газет алар ма? Әсет газет алар. Тамаша. Жақсы. Мына әріп қандай болып еді бізде? О әріпі. О әріпі. О әрпі. Тамаша. О әрпінің қандай жазылу үлгісі бар дедік біз? Сөзге қосылып жазылатын, жеке дара жазылатын ба? Жеке дара жазылатын. Сонда қанша үлгісі бар? 2. 2 түрлі үлгісі бар. Тамаша. Енді біз тағы да 1-2 сөз оқып көрейік, иә? Бұдан да. Ақбөпе оқи қой. Көк, көк ат. Көк ат тоқ па? Көк ат тоқ. Көк ат тоқ. Әрмен қарай Даниял оқи қой. Ораз тара. Ораз тары. Ораз тары. Орар. Ораз, тары, орар. Өте тамаша. Тамаша, жарайсың. Енді біз үйренген 3-ші әріп, е? Бұл қандай әріп еді? Ма әрпі. Ма. Ма әрпі. Ма әрпінің қанша түрлі жазу үлгісі бар деп айттық біз? 4. 4 түрлі. 4 түрлі: сөз басында келетін, сөз ортасында келетін және сөзге қосылып және жеке дара жазылатын, е? Енді бізде кім оққан жоқ әлі? Оқымағандар бар ма? Бар ағай. Кім бар? Мен оқыған жоқ. Әли оқи қой. Басын сіз қойдым саған. Халық қызметкері. Төрелік. Дұрыс. Әли, дұрыстап оқи қой. Өйткені біз мына әріпті қандай деп айтып отырмыз? Төрелік қылмас. Төрелік қылмас. Тамаша. Алуа бар ма? Алуа ма кім? Жақсы, балалар, міне өстіп қайталап отырсаңыздар, е? Аха. Өте тамаша. Енді бүгін біздің үйренетін әрпіміз Г әрпі. Бүгінгі бірінші. Бұл Г әрпінің де 4 түрлі жазу үлгісі бар. Сөз басында келетін Г, сөз ортасында келетін Г, және сөзге қосылып жазылатын Г, және жеке дара жазылатын Г болып 4 түрлі жазу үлгісі бар. Қараймыз. Біріншісі: сөз басында келетін Г, сөз ортасында келетін. Қазір мен сіздерге кішкентай қылып отырып.
сөз басында келетін ғ, сөз ортасында келетін ғ, сөзге қосарланып жазылатын ғ және жеке дара жазылатын ғ болып, ғ әрпінің 4 түрлі жазылу үлгісі бар. Біз жазған кезде жаңа сызық бойымен жазамыз, мысалы. Сөз басында келетін ғ, сөзге қосарланып, сөз ортасында келетін ғ, сөзге қосылып жазылатын ғ және жеке дара жазылатын ғ болып, ғ әрпінің қанша үлгісі бар екен? 4 түрлі. түрлі үлгісі бар. Сөз басында келетін ғ, сөз ортасында келетін ғ, сөзге қосылып жазылатын ғ және жеке дара жазылатын ғ болып, 4 түрлі жазылу үлгісі бар. Сосын оқылым мен жазылымды қатар алып жүрсіздер ғой, жаңа ғана дәптерлеріңізге жазып жүрсіздер ме? Иә. Маған Әли жіберді, одан кейін кім жіберді? Тағы да бір қатысушыларымыз жіберді, біраз қатысушыларымыз қазір есімде болмай тұр. Солай жазып, енді біз міне 3-ші аптаға қарай аяқ басып бара жатыр екенбіз, әріп үйренгелі, байқасаңыздар. Жаңа оқытып жатсам, біраз прогрессті байқап отырмын. Алдындағыдай емес, оқитын болғансыздар, солай ғой. Енді біз сөз басында келетін ғ-ға бір қанша мысал келтіріп көрейік. Сұрау жүрсем болады ма ағай? Айта ғой. Жаңағы ғ әрпі қосылып жазылатын, сосын жеке дара жазылатына линияның астына түсе ма? Линияның ортасында тұра ма? Астына кетеді ме? Әрине түседі. Міне қараймыз, сызық қой, міне. Міне сызық. Міне сызықпен болған кезде, мысалы, сөз жеке дара жазылатын ғ деген кезде бұлай астына түседі. Сосын сөзге ана қызылға қызыл көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма, Әли? Көрініп тұр. Көрініп тұр, сөзге қосылып жазылатын ғ деген кезде, мысалы, осылай, мысалы, ана доғалшасы сызықтың астына түсіп тұрады, Енді жаңағы сөз басында келетін ғ мен сөз ортасында келетін. Бұлар сызықтың үстінде жазылады, кәдімгі сызықтың бойымен жазылады. Мысалы, асты мен сәл тимей қалды ғой, тигізіп отырып жазамыз кәдімгідей. Сызық бойымен жазылады. Сонда сіздердің жазғандарыңыз да кәдімгідей көркем болып көрінеді. Түсінікті ме? Ортасындағы ғ дейтін қ әріпіне ұқсайды ғой, тек точкасы жоқ. Неменеге ұқсайды дейсіз? Қ әріпіне деген ол, қ әріпіне. Қ әріпінгі былай болады, Әли, қарай ғой. Қыңқы, мысалы, қымен ғ-дағы айырмашылық былай болатын, мен сізге бір көрсетейін. Сіздер қараңыздар, барлықтарыңызға енді. ғ былай келтіреді негіз. Мынау сәл енді өздеріңіз түсініп отырсыздар, мышқаның несімен еметтілгенен сәл. Былай болады да ғ-нікі. Ал енді қ-ны қайттық біз. Қ-нікі былай сәл домалақтау болып келеді. Айырмашылық болады. Түсінікті ме? Иә. Сөз ортасында келетін қ мен, мысалы, қ. Қ-ның үстінде нүктесі болады. Мысалы, кейін сіздер жаңағы жазып үйренгеннен, мысалы, 2 нүктеге былай қоясыз, сызық қоясыз, 3 нүкте үстінде болса, былай доғал несінде қойып, сондай жазу несін қалыптастырып аласыздар. Ол енді біраз жаттыққаннан кейін барып. ғ әрпі түсінікті ма сіздерге? Иә. Енді ғ түсінікті болса, біз бір-бірлеп оқып көрейік, ақырын, 1-2 сөзден. Аз сызылған сөзді оқып көрсеңіздер. Сағат. Сағат. Мына жерге оқи ғой. Доғалы. Ақбөпе оқи ғой. Тоғыз ба? Тоғыз. Тоғыз, Әли оқи ғой.
Соғым. Соғым. Бақдәулет. Таға. Қандай? Таға. Таға, дұрыс. Енді Даниял оқи қой. Аға. Аға. Жақсы. Енді кім қалды бізде? Қалғандар бар ма? Жақсы, барлықтарыңыз оқып болсаңыздар, қайталап мына 2 сөзден 3 сөзден оқып көрейік, е? Әли оқи қой. 4 сөз. Астық сатқалы. Қалаға. Келер. Астық сатқалы қалаға келер. Дұрыс. Назерке оқи қой. Бері терсек, алғалы, қырға қарар. Тертерсек алғалы қырға қарар. Жақсы. Сосын бізде кім? Бақдәулет оққан жоқ қой деймін, е? Иә. Оқи қой. Қай? Таға. Тағар. Жоқ, мұны сөз жоқ, е? Дұрыс. Ғы. Таға анау төртінші әріп. Са. А. Тағасыз. Тағасыз. Ат. Тас. Тағасыз ат. Ат. Қазай. Тағасыз ат. Тас. Таста. Тастақор ма? Иә, Тағасыз ат, тастақор. тастақор. Жақсы. Әрмен қарай. Даниял оқи қой. Тағас. Тағас. Ал. Тағас ал. Қағаз ал. Дұрыс. Қағаз ал. Әрмен қарай. Ақбөп оққан жоқ қой деймін, оқыды ма? Жоқ, оқымадым ағай. Оқи қой. Қымыз. Қымыз қатық. Қазақ. Қымыз қатық қазақ тамағы. Қымыз қатық қазақ тамағы. Дұрыс. Енді біздің үйренетін екінші әрпіміз Н әрпі. Ағай, кешіріңіз, бір нәрсе айтсам болады ма? Әрине, айта ғой. Негізі менің есімім Шұғыла, ноутбук әпкемдікі болған соң соның атымен кіріп жүргем. Шұғыла. Шұғыла, сен мектеп оқушысың ба? Иә. Жарайды, жақсы. Әпкем аттан сақталып қалған ғой ноутбук. Бәсе 2016 дейін десем 2106 болып тұрма бірден кез. Жарайды, Шұғыла, жақсы. Жақсы, ғы бәріңізге түсінікті ғой, түсініксіз болып қалған жерлері бар ма? Жоқ, түсінікті бар. Ондай болса, ертеңге дейін бүгін үйренген қанша әріп? 2 әріп болса 2 әріп, 3 әріп болса 3 әріпті жаңағы топқа салыңыздар кәдімгідей өздеріңіз үшін. Сосын ақырындап 5 сөзден 10 сөзден оқып үйреніп алғаннан кейін енді оқитын сөздерді жіберіп отырам. Мүмкін жаңа мәтіндер жіберіп отырам. Аударатын мәтіндер жіберем. Мүмкін Жүсіпбек Аймауытұлының Көкөкіз деген комикс форматында шыққан кітапшасы бар. Мүмкін жекелеп бір беттен жіберіп отырамыз. Соны әркім өздері аударады.
Сондықтан өздеріңіз үшін жақсылап отырып, қайталап дегендей. Мен байқап отырмын, біраз кісілерде прогресс бар кәдімгідей. Алға жылжыған, алғашында біраз сәл түсінбей жүргенмен, осы күнде сәл ширап алған. Тамаша. Басталды, онда біз н әрпіне көштік. Н-ның қанша түрі бар дедік? 4 түрлі жазу үлгісі бар. Сөз басында келетін н, сөз ортасында келетін н, сөзге қосылып жазылатын н. Н-ның бар ғой, жаңағы мына сөзге қосылып жазылатын н мен сөз соңында жеке дара жазылатын н сызықтан астына түседі, мысалы. Мысалы, сызық дедік. Міне сызық, сіздерге көрініп тұр. Сөз, мен мына сызықты басқа түспен сызайыншы. Сөз басында келетін н қалай келеді екен? Сызық үстімен келеді, жоғарыдан төмен, сызық үстімен. Енді мен сіздерге сөз ортасында келетін н қалай жазылады қазір? Сөз ортасында жазылатын н. Бұл да сызықтың үстіне келеді. Көрдіңіздер ғой, Міне, сөз ортасында келетін н. Көрінді ме бәріңізге? Көрініп тұр. Енді сөзге қосылып жазылатын н осылай жазылады. Көрдіңіздер ғана, қосылатын сызықтың үстінде, ал енді жаңағы сәл астау сияқты доғалау келетін жері қалай? Сызықтың астына келеді, түсінікті ғой. Енді, немде шүкіртті ғой. Сөз соңында жеке дара жазылатынымыз міне осылай жазылады. Сонымен н әрпінің де 4 түрлі жазу үлгісі бар екенін естеріңізден шығармайсыздар. Қазір қайталап, бір-екі рет қайталайық. Сөз басында келетін н, сөз ортасында келетін н, сөзге қосылып жазылатын н, және жеке дара сөз соңында жазылатын н болып 4 түрлі жазу үлгісі бар. Енді біз бастайық, Мына жерден бастап, мына жерге дейін шұғылап оқи ғой. Мен сіз қойдым, шұғыла. Бас жағында сызылып тұр, міне қара, міне мынадан бастайсың. Сол жерден бастап оқимын ғой, Ағай, 4-ші әріп н ғой бізде, одан кейін тұрған. Ғыдан кейін н. Оқынан. Біз жаңа ғана өттік, қарай ғой. Оқы. Ғы ғой. 4-ші әріп қандай әріп болды? Н ма? Қандай? Ғы. Ғы әрпі, сонда? Оқыған ел. Оқыған ел, отта. Дұрыс, тап оқы. Оқыған ел отар ма? Жоқ, үстінде бір нүктесі болса қандай? Оқыған ел
Өнерлі. Оқыған ел Оқыған өнерлі. өнерлі. Мгм. Кешірім сұраймын. Әрмен қарай жалғастыра қой. Оқыған ел өнерлі. Одан кейін оқымаған ел. Оқымаған ел. Оқымаған ел өнерсіз. Оқыған ел өнерлі. Оқымаған ел өнерсіз. Дұрыс қой, иә? Жақсы, әрмен қарай. Оқыған ел озар. Оқымаған ел тозар. Жақсы, тамаша. Неге өстіп, 4 сөзден, 5 сөзден, 6 сөзден оқисыздар. Әрмен қарай, әлі оқы бізде. Халыққа қызмет қылмаққа оқыған таза кісі ма? Кісі керек. халыққа қызмет қылмаққа оқыған таза кісі Керек. өте тамаша. Әрмен қарай. Даниял, оқи ғой. Сонар. Сонар, дұрыс. Бағдәулет, оқи ғой. Қон. Қон. Алуа ма? Алуа, оқи ғой. Ақ бөпемепті. Сіз қойғанды ғой, ағай. Қайсын? Кім екен ғой? Ақ бөпе деген шұғыла ғой, е? Иә. Ана басқа жоқ па? Назерке, шұғыла Мен одан оқымаппын, кейін кім? Мен Назерке ғой. Назерке, оқи ғой. Сона. Жақсы. Енді кім оқыған жоқ? Бәрі оқыды. Бәрі оқыса, Бағдәулет, оқы. Оқыған ел өнерлі. Оқымаған ел өнерсіз. Оқыған ел өнерлі, оқымаған ел өнерсіз. өнерсіз. Жақсы. Шұғыла, оқи ғой. Әсет газет алар. Кім? Әсет газет алар. Әсет газет алар. Жақсы. Әли, оқи ғой. Ақсағат етті. Ақсақ ат етті. Жақсы. Бағдәулет, оқи ғой. Қыр қалқы. Айны бірінші тұрған айтқанда. Қазір. Қыр қалқы.
Қара халқы. Ма. Мал. Мгм. Ары қарай оқып кете берейін ба? Иә, мен анда сызғанға дейін оқисыз. Аха. Қырғыз халқы мал. Мал, Ас. өтір, тыныстап алыңыз, әрмен қарай оқи беріңіз тағы да. Аха. Астық. Астық, Мгм. Сат. Тазалай. астық, Сат. Сат. Тазалай. мгм. Сат, Сатар ма? Жоқ. 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 Кешіріңіз. Иә, бір екі сөзді оқысаңыз, енді бір. Сат, Сат. Тазалай. мгм. Мына жерге көмектесіп жіберейік. Сатып. Жоқ. Сатқалы. Сатқалы, Аха. әрмен қарай оқи қойған Бағдәулет. Қалаға. Сатқалы, қалаға, Келер. келер. Жақсы. Әрмен қарай. Мына жерден бастап, мен қайтадан сызайын. Мына жерге қойғыш. Қала қалқы, мал, астық қыл, тері терсек алғалы, қырға қалар. Қарар. Қарар, тамаша. Қайталап кәдімгідей отырыңыздар. Сосын кім оққан жоқ бізде қыздардан? Назерке оқыды, Шұғыла оқыды. Сосын кім бар еді? Болды. Бабадан бәріміз оқыдық ғой. Бәрі оқыды, кім оқи ғой? Даниял оқи ғой. Сіз қойдым. Қағаз. Қағаз ал. Қағаз Мгм. ал. Қымыз. Қаттық. Қымыз, Ағза. қатық, Қағаз. Қазақ. мгм. Қамағы. Дұрыстап оқи ғой. Қымыз, қатық, қазақ, Сейчас. қымыз, Қағаз. қатық, Қағаз ал. Қымыз. Қаттық. Қазақ. Қамағы. қазақ, тамағы, Тамағы. Иә. әрмен қарай. Тағасыз. Ат. Қастақор. Таста, Тас. таста қор, тасқа қалап деп Тастақор. отыр, Тастақор. Жақсы. Түсінікті. Әрмен қарай Шұғыла. Сіз қойдым, оқи ғой. Иә. Қара халықты азаттыққа тартқан мына жерде Тартқан, осы дұрыс. қара халық азаттыққа тартқан, одан кейін мына жақта тұрған кәсір.
O әрпі, С әрпі, одан кейін қара халықты азаттыққа тартқан, осыны арман қылған. Қара халықты азаттыққа тартқан, осыны арман қылған, иә? Тамаша. Әрмен қарай бізде Назеркеге мынаны бір оқытайық. Назерке оқиғы. Халыққа қызмет қылмаққа оқыған таза кісі керек. Жақсы. Күнде қайталап, қайта жазып, сызып отырамыз. Енді біз төменге қарай түскен сайын, алды қарай ілгерілеген сайын сәл күрделі, қиынырақ әріпке қарай бет бұра береміз. Сондықтан қарап, жақсылап отырып жазып сызасыздар. Жақсы ма? Қазір бізде екінші қырықта У мен Б әрпін үйренеміз, е? Қазір бізге бір 4 минуттан кейін Назым қайтадан Назерке сілтемесін жіберер. Бірден қосылып кеткеніміз дұрыс қой, е? Жазға жүрсе. Мына жерде мысалы соңына қарай мінекей Алтынсарыұлынан дейді. Қане шұғыла оқып көрейікші, мысалы мына өлеңді. Бір шумағын шұғыла оқи, екінші шумақты Назерке оқысын, көрейік.